Менің қолымда Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романы. Бірақ бұл роман орыс тіліне аударылған нұсқасы 1987 жылы Мәскеуде шыққан. Бұл романды орыс тіліне кім аударды деген сұрақ қызықтырды. Сөйтіп, кітапты ашып қарасам, тек қана перевод с казахского деп жазылып тұрды, аудармашы туралы мәлімет берілмеген. Әрі қарай іздей бастағанда мен 1945 және 48 жылы шыққан нұсқаларын тауып алдым. Оның суретінде мына жерде көрініп тұр, аудармашы кім екені жазылған. Бірақ кейінгі басылымдарда неге аудармашы көрсетілмейді деген сұрақта туындады. Сондықтан әрі қарай іздеп, әртүрлі ақпараттар тауып алдым. Оны YouTube каналыма шығаратын видеода дайындап жатырмын. Көріңіздер.